Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгін сіздерге бірінші сыныптарға арналған әліппе пәнінен қысқа мерзімді сабақ жоспарларын қалай жүктеп алуға болатындығын көрсететін боламыз. Ол үшін Яндекс немесе Google іздеу жүйелеріне ұстаз тілегі деп тересіз. Ең бірінші болып шығып тұрған ұстаз тілегі республикалық ұстаздар сайтына өтесіз де МЖ бөлімін таңдайсыз. Сол жақ шеттегі сайтқа кіру батырмасы арқылы сайтқа кіріп, немесе тіркелу батырмасы арқылы сайтқа тіркеле аласыз. Пән таңдау батырмасын басу арқылы өзімізге қажетті әліппе пәнін фильтрден өткізіп таңдай аламыз. Әліппе пәнінен бірінші сыныпқа арналған қысқа мерзімді сабақ жоспарлары батырмасын басып, МЖ-ны және презентацияны таңдаймыз. Құрметті ұстаз, егер балансыңыз жеткіліксіз болса, Каспий-кз қосымшасының іздеу жүйесіне кіріп ұстаз тілегі деп жазасыз да, өзіңіздің ID номеріңізді теру арқылы балансыңызды толықтыра аласыз. Жүктеу батырмасы басылғаннан кейін сіздің шотыңыздағы баланс бірден алынады. Сіз сатып алған МЖ-лар жүктеп алу батырмасына бірден ауысады. Ал жүктелген МЖ-лар загрузки бөлімінде сақталады. Құрметті ұстаз, бұл МЖ-лар Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі ұсынған 130 бұйрықтың 7-ші қосымшасына сәйкес келеді. Бұл МЖ-лар кез келген баспаға да сәйкес келеді, себебі сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаты оқу бағдарламасынан алынған, ал оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы бойынша ортақ болып табылады. Сіздерге бәрі түсінікті болды деп ойлаймыз. Біздің мақсатымыз әр ұстаз өз уақытын үнемдеп, бар күшін оқушылардың білім беруіне жұмсауына мүмкіндік жасау. Дайын МЖ-ларды алып, қағазбастылықтан құтылыңыз. Әріптестеріңізге де айтуды ұмытпаңыз. Іске сәт!